біздің қазіргі заманның келбеті бұрынғы кезеңге сапар шегейік. Ол үшін маған бір кітап керек. Соны іздеп көрейік. Ассалаумағалейкум, оқырмандар. Бұл кітапты білмейтін адам кем-де-кем. Бердібек Соқпақбаев ағамыздың шығармашылығы біздің қазақта ойып тұрып орын алатын тұлғалардың бірі. Оның "Менің атым Қожа" кітабына келетін болсақ, неше түрлі кинолар түсірілді. Өте әдемі әсерлер жазатын болса ағаларымыздың осындай кітабын оқу біз үшін үлкен мәртебе. Олай болса, осы кітапты бір сіздерге шолып өтейін. Бұл кітап 1960 жылы жазылды. Және де Бердібек Соқпақбаевтың "Бауқа", "Жабайы алма" деген кітаптары өте керемет. Сіздерге оқуға кеңес беремін. Біз жалпы бұрынғы тарихымызға үңілейікші. Ол үшін мына Бердібек Соқпақбаевтың балалық шағына саяхат жасайық. Көктем басы, жуанның созылатын, жіңішкенің үзілетін нағыз көкөзек қиын еді. Қай үйге барсаң да "Шықпа жаным, шықпа" деп әрең жан бағып отыр. Әкем мен тәтем күндіз қырман қағып келеді. Бір табақ, жарым табақтай дән әкеледі. Өткен жылдан қар астында қалып бүлінген дән. Ауру шешем оны қуырып, көже талқан жасайды. Таңертең сабаққа барар кезде шешем маған бір кружка сұйқылтым арпа көже жасап береді. Күні бойғы қорегім солғана. Мектептен қайтқанда көзім қарауытып, ішім бұралып, аштықтан үйге зорға жетем. Қазіргі заманның балаларындай "Апа, қарным ашты, тамақ берші" деп есіктен дабыра салып кірмеймін. Кітап сылған шүбірек сумкымды терезенің алдына үнсіз қоямын да, шапанын үстіне айқара жамылып, төсекте бүк түсіп жатқан ауру шешеме мөлиіп қарап тұрам. Шешем бұл күлген мен екенімді көрмей-ақ біледі. Басын бұрып қарамастан ыңырсыған нашар дауыспен "Ана жерде бір уыс бидай немесе бір уыс талқан тұрғанын айтып, соны жей ғой" дейді. Бір күні оқудан тағы да ішім қабысып әрең келдім. Ауырып жатқан шешеме өлімсірей қарадым. Шешем үнсіз. Пәлен жерде мен үшін сақтап қойған бір уыс бидай бар екенін айтпады. Үйде ауызға салатын түк те қалмағанын бірден білдім. Бұл бірінші кездесіп отырған жағдай емес. Бұндайда мен сол үнсіз қалпымда сыртқа шығып кетем. Өз жанымды өзім бағу қарекетін ойластырам. Колхоз председателі Жәкірбайдың немесе тамағы бар басқа үйдің жанын турулдап келем. Батырхан үйіне жоламаймын. Онда өйткені Майра бар. Аштан өлсемде Майраның көзіне үй торыған сорлы болып көрінгім келмейді. Менің сағалайтыным көбінесе Жәкірбайдың үйі. Жәкірбайдың менен 3-4 жас кіші әрі ерке, әке шешесінің алақанға салып отырған жалғыз баласы бар. Председательдің баласы болғандықтан тілеу аш болу дегеннің не екенін онша біле қоймайды. Қолына добалдай етіп нан ұстап жеп жүреді. Құрдан құр "Беш" дегенге ол нанын бере салмайды әрине. Мен асық бояуға, сақаны тесіп, қорғасын құюға, ләңкі жасауға да шебер едім. Осы үшін Тілеудің маған күні түсіп жалыншақтап келетін. "Әй Тілеу, асық бояймыз ба?" деп мен оны қуанта келетінмін. Бұндай жұмыстарды үй артында ешкімге көрсетпей оңаша істейміз. Қолындан ады болса енді Тілеу аямайды. Жартысынан бөліп беріп, "Мә, же" дейді. Үйден тағы да нан әкелуге кетеді. Қолым қимылдаған кезде аузым қоса қимылдайтынын ол жақсы біледі. Председательдің үйінде есепсіз шашылып жатқан нан жоқ. Тілеу нанды шешесіне "Өзім жеймін" деп сұрап алады. Оның нанды үйде отырып жемей, далаға тұра жүгіруіне сезіктенген шешесі артынан кейде қуа шығып, үйдің артында бұғыншықтап тұрған кейде мені көріп қалады. "Оңбаған, нанды кімге тасып жүрсің, ә?"
деген айқайларды да көп естідік. Бұның бәрі сөз арасында айтылып жатқан жайттар. Менің айтайын дегенім басқа. Сөйтіп сол мектептен қарным аш қасқырша ұлып үйге әрең келдім. Шешем жатыр төсегінде, үндемейді. Үйде ауызға салар түк жоқ екенін бірден білдім. Қазақ мұны нырай қалдық дейді. Яғни ауадан басқа жейтін түк жоқ. Өзгемді өзім көрмек болып сыртқа шығып бара жатыр едім. Шешем тоқта деді. Тоқтадым. Шешем ойбайына сүйеніп басын көтерді. Тамақ жасайтын адамша беті қолын жуды. Бір жаққа қонаққа баратындай әбдірадан таза жаулығын алып киді. Мен тосып қарап тұрмын. Біздің үйде үлкендігі кітап бетіндей қалың айна бар. Шешем сол айнаны пипаздап тұрып сүртті де шүберекке орап қолтығына қыстырды. Сосын мені қолынан жетелей үйден шықты. Ауыл совет председателі Батырханның үй жағына келе жатырмыз. Маған бәрі түсінікті болды. Бармаймын деп айтуға дәрменсізбін. Майрадан ұялып зорға келе жатырмын. Батырханның әйелі есігінің алдында қазанға бауырсақ қуырып жатырғаны анадайдан көрінді. Майра үйден жайпақ табақпен туралған қамырдасып жүр. Шешем амандаса келе тізе бүкті. Ошақтағы отты сырып жақса бастады. Мен тікемнен тік тұрмын. Екі көзім қазандағы қуырылып жатқан бауырсақта. Бауырсаққа қараған сайын менің сілекейім шұбырды. Майя шып-шып шыққан қызыл жөн томпақ бауырсақтар ауызға түсуге тіленіп жатқандай. Шіркін, ауызды қарыған ыстық күйінде алып жермеді. Жас бауырсақтың бұрқыраған иісі қандай. Бауырсақ қуырылып бітті. Батырханның әйелі бізді үйге кіруімізді қаламай, сол араға бір тостаған алдырды да бір уыс бауырсақ салып шешемнің алдына қойды. Шешем одан бір тал ауыз тиді де басқасын қотарып менің қалтама салып берді. Сосын манадан қолтығына қысып отырған айнаның орауын шешті. Мана айнаны Майраң бетін көріп жүрсін деп әдейі келдім. Үйде бір түйір дән қалмады. Бір кішкене ұн бер, балама күлше пісіріп берейін, деді шешем. Майра бұл сөздің бәрін естіп тұрды. Мен білген едім осындай боларын. Келгім келмегені сондықтан еді. Кірмегенім қара жер, әрең тұрмын. Телміріп қайыр сұрағаннан біздің бұл қалымыз несі артық? Ұсынған айнаны Батырханның әйелі алды. Бір табақ ұн, бір табақ арпа салып берді. Біз үйге қайттық. Кітап бетіндей қалың айна біздің үйдегі бірден бір іске татыр мүлкіміз еді. Біз одан солай айырылдық. Әкем осы айнаға қарап сақал мұртын құратын. Шешем күніне бір рет осы айнамен ауру жүдеткен жүзін көретін еді. Екі бетінің ұшындағы сөніп бітіп бара жатқан тіршілік нұры азайған сайын көңілі біртүрлі жабырқау тартып қалатын. Ауырмай тұрғанда менің анам өте әдемі ажарлы кісі еді. Сол айна енді жоқ.